Құрметті студенттер, бүгінгі двигатель конструкциясы және динамикасы пәні бойынша қаралатын тақырып 6-шы дәріс сығымдау, жану және ұлғаю процестері. Дәрісті оқитын экономика және бизнес кафедрасының доценті Жәмеш Ақынғазиев. Сығымдау процесі сырттан қоспа жасайтын және бөгде жылу кезінен тұнған қозғалтқыштарда, цилиндрде ауаның сұйық немесе газ тәрізді отындарының қоспасы сығымдалғанда, бұл процесте қоспаның құрамының біртектілігін бүкіл көлемде арттыратын, оның қосымша араласу жүріп жататындығын көрсетеді. Негізі осы тақырып бойынша пәннің міндеті мен мақсаты экранда көрсетілген. Мұқият қараңыздар. Мұндағы негізгі қаралатын мәселе сығымдау дәрежесіне байланысты ақтандық сандардың өзгеруі болып табылады. Ол да таблица түрінде сіздерге көзатарында көрсетілген. Жұмысшы дененің сығымдау соңындағы процестер ол мына төмендегі алдарыңызға көрсетілген формула арқылы анықталады және олардың негізгі қозғалтқыштар сығымдау соңындағы қысым және температурада осы алдарыңызда келтірілген формулалармен анықталады. Үрленетін дизельдерде қысым мен температура үрлеу дәрежесіне қарай жоғарылай бастайды. Дизельдегі жану процесі іс жүзінде циклді жасау үшін 2,15-тен 5 мегапаскал арасындағы қысымға дейін сығылған температурасы 750 мың кельвинға дейін, ауа қысымы 40-тан 100 мегапаскалға дейін аралықтарда орын алады. Жану тиімді жүру үшін отын бір күйінде болу керек, бірақ қоспа жасауға уақыт аз болатындықтан отынның бір бөлігі буға айналып үлгермейді де, жану басталғанда тамшы сұйық күйінде қалып отырады. Мұндағы негізгі анықталатын формулалар термодинамикалық термодинамиканың бірінші заңына сүйеніп отырып анықталады. Осы формулаларға көз жеткізіп, мұқият қарап, айыра білулеріңізге тиіс. Дизель үшін соңғы температура әрқашанда өте қажетті. Мұндағы жылудың пайдалану коэффициенті қолданылатын негізгі формулалар келтіріледі. Мұндағы формулаларда қарап отырсақ, сол пайдалану коэффициентіне байланысты 6-да бір кестеде жану процесінің параметрлерін анықтайтын дәреже берілген, мүмкіндіктер берілген. Енді бұл процесс кезінде бізге жылудың нақты бөлініп шығатыны айқын, сондықтан да осы процесске сай келетін жылудың көлемін, жылудың мөлшерін есептеп шығару өте қажетті. Сондықтан мынау 6-30 формуласында жылудың теңестірілетін теңдеуі берілген. Ол бірнеше құрамнан тұрады, әрқайсысы қандай құрам екендері де осы формулада көрсетілген. Енді 7-ші тақырып бойынша іштен жанатын қозғалтқыш түйіндердің, бөлшектердің және жекелеген механизмдердің құрылымдары мен орналастырулары қарастырылады. Бұл дәріс бойынша мақсаттары және олардың міндеттері алдарыңызда экранда келтірілген. Осы бойынша арман қарай бізде лекцияның тақырыбы жүріп жатады. Негізгі мәселе мұнда қаралатын иінді біліктің қалай жұмыс істеуі және оның құрылымы және ондағы негізгі бөліктері поршынның
қалай жұмыс атқаратындығы бізге өте қажет болғандықтан соның яғни поршеннің 3 бөліктен тұратындығын біз білеміз. Цилиндр басымен бірге жану камерасын жасайтын төбесінен тұрады. Поршень сақиналарына арналған арықшалар бар тығыз ойықтан тұрады. Қуысында саусақ орнататын бағыттаушы бөліктен немесе етектен тұрады. Міне осыған сәйкес осы поршендардың іс әрекеттері қолданылады, іске асырылады. Яғни поршеннің сақинасы негізгі бөлігінің біреуі ол поршеннің сақинасы. Ол өзінің атқаратын қызметіне қарай сығымдаушы және май қырнағыш болып бөлінеді. Поршень төмен қарай жылжығанда сақина цилиндр бетінен майды қырнайды және үйкеліс күші әсерінен әрқашан жоғары жиегіне жабысады. Бұл кездердегі қысымның дәрежесі 0,5-ті 0,6 мегапаскалға жетеді және цилиндрдің жұмысшы бетіне бағытталады. Поршень сақинасының материалына келесі талаптар қабылданады. Жеткілікті жоғары механикалық беріктік болу керек, жақсы тозуға төзімділік болу керек, ең аз үйкеліс коэффициентін қамтамасыз етуге тиісті. Сонымен қатар мынау 7-2 суретте көрсетілгендей, бұнда иінді біліктің негізгі элементтері көрсетілген. Бұл элементтерде негізгі элемент ол бұлғақ болып табылады. Яғни шатун орысша айтқанда. Бұлғақтан 2 бөліктен тұрады, басты бұлғақ және тіркемелі бұлғақ болып. Ол енді осы бөліктері 7-2 суретте анық көрсетілген. Олардың осы бөліктері қалай бір-бірімен бекітілетіні және қандай дәрежеде олар жұмыс атқаратындығы. Бұлғақ поршеннен күшті қабылдайды, иінді білікке жеткізеді және қоспа жанғанда қысым лезде өскен кезде бұлғақ соққылы күш салмақ қабылдайды. Осы күш салмақ біздің иінді білікке беріледі де, армен қарай оның айналу процесі іске асырылады. Көптеген бұлғақтың негізгі басындағы бөліну жазықтығында, жоғары жағында цилиндр ойық бар. Соған сәйкес қақпағында бір түгі болады. Сол жинаған кезде бұлғақты бір түг ойыққа кіргізіледі, қақпақты өстік және көлденің жылудан сақтайды. Бас бұлғақтың сырғағына өзінің саусағы арқылы тіркеме бұлғақ, яғни 7-3 суретте қараңыздар, 7-3 суретте көрсетілген тіркеме бұлғақ жалғастырылады. Тіркеме бұлғақ бас бұлғақпен оның төменгі басындағы сырғалыққа престелген болат саусақ арқылы іске асырылады. Енді негізінде бұлғақ болттың немесе шилкасының сенімді жұмысы ол мынаған байланысты. Көп қайтара болттарды аса қатайтып жібермеу керек. Гайкаларды тең емес және жеткіліксіз қатайту, мойынтіректерде өте үлкен саналаудың болмауы қажет. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда болттардың немесе шпилькалардың тартулары мен келтірулері, босатулары нормада болу керек. Гайка мен бұлғақ болттың басын тіректік беттерге дұрыс жатпауы, сол сияқты иінді біліктің мойынның шектен тыс сопақшалануы, поршеннің кептелуі, отының уақытынан бұрын немесе детонациялық тұтану және басқа себептер. Қозғалтқыш жұмысын бұзатын айналу жылдамдығының шұғыл және жиі өзгерулері. Міне осылардың нәтижесінде біздің бұлғағымыздың іске аспай қалуы мүмкін. Жарайды, назар аударғаныңызға көп рахмет.